Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздерге өте керемет, действенный сізге ырым айтамын. Техника деп техникаға жатпайды. Примета дейміз ғой. Дәлірек айтқанда, бұл техника деп техникаға да жатпайды. Бұл примета дейді ғой, ырым. Бұны жаңа жыл кешінде жасайсыз. Сол жылы сізге жемісті, сізге сәтті және сол жылы достатық дейді ғой, жетер жетпестен құтылып, барлық тоқшылық болу үшін жасалады үйде және берекетті болу үшін. Бұл ырымды жасаған кезде барлық адамдарға әсер етеді, үйдегі адамдарға сәтті болады сол жылы. Барлық адамдарға әсер етеді. Сондықтан бұл бір жыл. Дәлірек айтқанда, біз ақша магнитін жасайтын боламыз. Ол үшін жаңа жыл дастархан жаймастан бұрын, 31 күні ғой енді бізде. Соны дастарханды жаймастан бұрын столды қоямыз, енді дастархан жасамастан бұрын столдың үстіне, қақ ортасына осындай любой номиналды сізге ақша керек. Бұл ақшаны сіздер жұмсамауларыңыз керек. Сондықтан сіздер қандай алды бұрын шешіп қойыңыздар. Жұмсамайтын ақшаны 1000 теңгелік, немесе 500 теңге де болады, любой номиналды. Қазір менде 2000 теңге бар екен. Бұны ешқашан біздер келесі жылға дейін жұмсамауымыз керек. Сондықтан алды бұрын шешіп алыңдар. Осы стол болса, міне столға сіздер енді дастархан жайын деп жатсыңыз ғой. Соның үстіне, осылай столдың үстіне қақ ортасына ақшаны қоясыз. Ақшаны қойғаннан кейін, ал үстіне уже дастарханды қоя бересіз. Дастарханды жайып тастайсыз да, үстіне кәдімгі тамақтана беруге болады. Бірақ дастархан жұқа болып, немесе бір жерінде жыртық, немесе бір не болып, мына ақшаның үстіне ешқандай су немесе басқа бір сок нелер құйылмау керек. Соны қадағалау керек. Енді сол 31 күні осылай ақша полностью түніменен тұру керек, түнеу керек столдың үстінде. Ал бірақ таңертең уже бір күні, уже жаңа жыл ғой бір күні столды, дастарханыңызды жинап, мынаны дастарханның астындағы ақшаны былай аламыз. Ақшаны аламыз да, бұны сейфке осылай қоямыз үстіне. Қақпағы дейма, не ол дейді, үстіне крышкасы жабылатын не керек? Крышкасы жабылатын банкі немесе ыдыс, ішіне толтырып сахарный песок саласыз. Песок саласыз да, қант. Немесе сізге мед керек, бал. Соны қақпағы жабулы тұру керек, осы ақшаның үстіне қойып қоямыз. Бұл бір жыл тұра беру керек. Бір жыл бойы қозғалмастан, қозғауыңызға болады, бірақ бір жыл осы ақшаның үстінде тұру керек. Сол кезде сізге үйіңізде тоқшылық, байлық, ақша келетін болады, сізге берекет кіреді, достатық дейді ғой. Достатық болады, сол кезде жетер жетпестен құтыласыз. Бұл ақша магниті болып тұра бермек. Сондықтан бұл ақшаны еш затқа жұмсамау керек, саумау керек. Сондықтан келесі жыл бұны егерде қайталайым десеңіз, ақша магниті қылып, келесі жылда осы ақшамен жасайсыз. Осы ақшамен жасайсыз 31 күні постоянно. Егер жасамайым десеңіз, онда бұл ақшаны тек сақтап қойсаңыз болады. Осымен түсінікті деп ойлаймын достар. Сәттілік жасап көріңдер. Осыдан кейінде тағы бір сіздерге действенный примет айтатын боламын. Действенный ырым айтатын боламын. Неше ғасырлар бойы жасап жүрген бұны. Сәттілік достар, жасап көріңіздер.